Хираш ибн Умайя Әзірет Расулалланың мақсатын қанша түсіндіргенімен мүшриктер оған құлақ асқан жоқ. Мазақ етіп қана қоймай, астындағы түйесін тартып алып, бауыздап, ақыр соңында өзін де өлтірмек болады. Араға ахабиштер түсіп, Хираш аман қалады. Пайғамбардың қасына келгенде ол басынан өткергендерін егжей-тегжейлі баяндап береді. Алайда елшісін өлтірмек болса да, пайғамбарымыз істің ақырын сабырмен жақсыға жорыды. Құрайыштардан жаңа ұсыныстар күтті. Өйткені оның мақсаты қан төгу емес еді. Құрайыштың екінші елшісі. Пайғамбарымыздың кері қайтпауға бел буғанын байқаған мүшриктер екінші рет елші жолдайды. Бұл жолғысы Ахабиш рубасы Хулайс ибн Алхама. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Хулайсты ұзақтан таныды да сахабаларына: анау келе жатқан адам құрбандыққа сенетін және сыйлайтын қауымның өкілі. Құрбандық түйелердің бәрін соған қарай айдаңдар, көрсін деді. Мұсылмандар пайғамбардың айтқанын орындап, ләббайк аллахума ләббайк деп айқайлады. Осынау ғажайып көрініске куә болған Хулайс: субханалла, мына керемет жамағатқа Байтулланы тауап етуге тосқауыл болған не деген сұмдық. Құрайыштар осы жаңсақ әрекеттерінің азабын тартатын болады. Бұлардың умрадан басқа мақсаты жоқ екендігі көрініп тұр ғой, деп еріксіз айқайлап жылап жіберді. Пайғамбарымыз Хулайстың айтқандарын естіді. Хулайс қайран қалған көріністен есін жия алмаған күйі Алла Расулымен сөйлесуден тартынып, келген жолмен кері қайтты. Хулайс сол сәттің әсерінен айыға алмай келген бойда: мен пайғамбарға Қағбаны тәуап етуге рұқсат бермеуді жөнсіз деп есептеймін деп дауыстады. Құрайыштың үлкендері Хулайсты елші қылғандарына өкініп: осы шөлден қаңғып келген бейшара не түсінеді дейсің? Наданның нағыз өзі ғой ол. Мұндай маңызды істерге ақылы да жетпейді деп өздерін жұбатты. Хулайс бұған ашуланып: Байтуллаға құрмет мақсатымен келген кісіні кіргізбегеніміз ұят емес пе? Біз сіздермен бұл жөнінде келісім жасамап едік қой. Я Мұхаммедті Меккеге кіргізесіңдер, я болмаса көмекке келген Ахабиш тайпасының адамдарын түгелдей ертіп әкетемін деді. Құрайш мүшриктері Хулайстың бұл сөзінен айылдарын да жиған жоқ. Айлаларын асырып Хулайсты айтқандарына көндірді. Мұсылмандардың елшісі Әзірет Осман. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тезірек нақты нәтижеге қол жеткізгісі келді. Меккеге келу мақсатын қайтадан Құрайыштықтарға түсіндіру үшін Әзірет Омарды жібергісі келді. Әзірет Омар Расулалланың ойын білген кезде былай деді: о Расулалла, Құрайыштың басшылары мені қас дұшпаны деп санайды. Айтарымды тыңдамай жатып өлтіруге ұмтылулары мүмкін. Меккеде мені қорғайтындай руластарымнан да ешкім жоқ. Бұл іс үшін Осман ибн Аффанды лайық санаймын. Өйткені оның Меккеде ағайындары көп. Алайда міндетті түрде менің барғанымды қаласаңыз барамын. Әзірет Омар айтқандайын Меккенің құрметті азаматтарының көбі Османның аталас туыстары еді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Әзірет Омардың ұсынысын мақұл көрді. Әзірет Османды шақырып алып нұсқау берді: Құрайыштарға барып, біздің мұнда шайқасуға келмегенімізді айт. Тек қана Байтулланы зиярат етеміз, құрбан шалып, ғибадат жасап қайтамыз де. Сонан соң оларды исламға үнде. Елшіні шығарып салып тұрып та пайғамбарымыз Меккеде мұсылмандығын жасырып жүргендермен жүздесіп, оларды жігерлендіру керектігін, Меккенің жақын арада мүминдер қол астына өтетінін, соған дейін сабыр сақтау қажеттігін ескертуді тапсырды. Әзірет Осман Құрайыш мүшриктермен кездесіп, пайғамбарымыздың мақсатын түсіндіруге тырысқанымен ұғындыра алмады. Исламға шақыруы да нәтижесіз қалды. Мүшриктер Әзірет Османға да бет бақтырмай: келген жеріңе қайта бер, айта бар. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ешқашан Меккеге кірмейді, Қағбаны тауап етемін деп ойламай-ақ қойсын, деп дабырласты. Әзірет Османмен бірге 10 шақты мұхажир Алла елшісінің рұқсатымен Меккедегі туысқандармен кездесуге келіп еді.
Елшімен бірге олар да жүздескен жерде мұсылмандығын жасырып жүрген туыстарына имандарын жария ететін күннің алыс еместігін айтып демеу берді. Әзірет Османның мүшірік ағайындары өздерінше жақындап көрсетіп, мұсылман елшіге Қағбаны тауап етуге рұқсат береді. Бірақ Әзірет Осман, Расулалла оны тауап етпейінше мен де етпеймін деп қарсылық білдірді. Құрайыштықтар Әзірет Османның бұл әрекетіне ашуланып, оны біраз уақыт қамап қояды. Бұл жайт пайғамбарға мұхажирлерді мүшіріктер өлтіріпті деп жаңсақ жетеді. Ел құлағы елу деген дақпырт сөз әп-сәтте мұсылмандар арасында жайылады. Рудуан серті. Әзірет Османның мүшіріктер қолынан өлгенін естігенде Расулалла саллаллаху алейхи уассалам қатты қайғырады. Құрайыштың бұнысынан соң үндемей қалу мүмкін еместі. Пайғамбарымыз олармен қырқысуға бел буады. Бейбіт келісімді құстамағаны былай тұрсын, елшінің қанын жүктеген деген не сұмдық. Пайғамбарымыз асхабына Алла тағала маған серт беру қажеттігін берді, деді де Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Рыдуан аталатын ағаштың астына барып тұрды. Мұсылмандар жеке-жеке сол жерде серт берді. Олар шайқастан бас тартпайтындықтарына, Алла және Расулалла жолынан өлсе айнымауға ант су ішті. Тек біреуі ғана мұнафиқ, Жад ибн Қайс серт беруден бас тартты. Ант беру рәсімі мұхажирлерді батылдандырып, жігерлендірді. Қатты толқығандары сондай тезірек мүшіріктермен шайқасуды тіледі. Алла тағала осы рәсімге қатысқан мұсылмандарынан разы екендігін Фатих сүресінің 18-19 аяттарда білдірген. Шүбәсіз, Алла Худайбияда әлгі ағаштың түбінде өзіңе қол беріп, ант еткендерінде мүміндердің разы болды. Олардың жүрегіндегі хақ дінге деген риясыз ықыласты көрді. Сол себепті оларға жан тыныштығы мен жүректің орнығуының кепілшісі болған рахымын төкті, һәм оларды жуырда жүзеге асатын елеулі жеңіспен марапаттады. Сондай-ақ оларды жуық арада қол жеткізетін мол олжамен марапаттады. Алла әзиз, бәрінен үстем, әр ұлы, хаким, әр ісі мен әр үкімі көп деген хикметтерге негізделген теңдессіз даналық иесі. Алланың ризалығына бөленуге себеп болған осы серт кейіннен ризашылық алғыс серті деп аталады. Ардақты Алла елшісі бір хадисінде бұл турасында ағаш астында ант бергендердің ешбірі жаһаннамға кірмейді деген. Серт беру рәсімі туралы хабар Құрайш мүшіріктеріне жеткен сәтте олар 3 күн қамауда ұстаған Әзірет Османды босатып қоя берді. Әзірет Осман қапастан шыққан бойда пайғамбарымызға жетуге асықты. Оның сау саламат екенін көрген мұсылмандар қатты қуанды. Алайда шайқасуға серт беріліп, болар іс болғанды. Әзірет Османға Меккені бір көруге ынтық мұхажирлердің бірі Қағбаны тауап еткен шығарсың дейді. Әзірет Османның жауабы да ғибратты. Уаллахи, Меккеде 1 жыл қалсам да, Расулалла Худайбияда отырса, ол Қағбаны зиярат еткенге дейін мен жалғыз өзім тауап етпес едім. Худайбиядағы бейбіт келісім. 628 жыл. Хижреттің 6 жылы. Зылқағда айы. Рыдуан серті Құрайыштардың үрейін ұшырды. Пайғамбардың Меккеге баса көктеп енуінен қорыққан олар шұғыл түрде бейбіт келісім жасау мақсатымен мұсылмандарға өз өкілдерін жіберді. Сухайл ибн Әмір басшы, Хуайтиб ибн Абдул Узза және Михраз ибн Хафс үшеуі Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам бейбіт келісім ұсынысын жеткізуді мойындарына алды. Құрайш үлкендері елшілерін аттандырарда, Мұхаммед биыл Меккеге кірмей кері қайтсын. Егер бұл шартты қабылдамаса, бейбіт келісім туралы сөз қозғамай-ақ қойыңдар деді. Пайғамбарымыз мүшіріктердің өкілі Сухайлдың келгенін, Сухайл арабшада оңайлық, ыңғайлылық мағынасын береді. Атына қарап жақсыға жорып, сахабаларына, шаруаларымыз оңға басты дей беріңдер. Құрайыштар бейбіт келісім жасағысы келсе, үнемі осы адамды жібереді деді.
Мушрик делегациясының басшысы Сухайл ибн Амр Расулалланың саллаллаху алейхи вассалам алдына барып тізерлеп отырды. Малдас құрып отырған пайғамбарды мұсылмандар айнала қоршаған. Сухайл ибн Амр ұзақ сөйледі. Ең соңында бейбіт келісімге келуді ұсынды. Пайғамбарымыз да оның ұсынысына қарсы болмады. Мұнан соң келісім шарттарын нақтылады. Кезек келісім мәтінін жазуға келгенде пайғамбарымыз хатшы тағайындаған Әзірет Әлиге Бисмиллахи-рахмани-рахим деп бастады еді. Сухайл жұлып алғандай: жоқ, біз бұған келіспейміз. Бисмиллахи-рахмани-рахимді біз білмейміз. Бисмика Аллахума деп жазылсын деді. Пайғамбарымыз: ол да керемет, онда солай деп жаз деп бұйырды Әзірет Әлиге. Бұл Мұхаммед Расулалланың Сухайл ибн Амрмен келісіп бейбітшілік сақтау жөніндегі екі тараптың да орындайтындығы қол қойылып шешілген келісім баптары деген Расулалла сөздеріне мүшрик өкілі тағы да наразылық білдірді. Біз сенің Алла Расулы екендігіңе сенсек, Меккеге кіруіңе тыйым салмаған болар едік. Сондықтан Расулалла деп жазуға қарсымын деді ол. Жарайды, басқа қалай жазғанды қалайсың деп сұрады пайғамбарымыз. Мұхаммед ибн Абдулла деп өзімнің және әкеңнің аты жөнін жаздырсаң дұрыс болады деді. Бұған да келіскен пайғамбарымыз: уа Әли, Расулалланы өшір, Абдулла ұлы Мұхаммед деп жаз деді. Әзірет Әли: Аллахи, мен Расулалла сипатын ешқашан өз қолыммен өшіре алмаймын деп жауап берді. Мұсылмандар да оны қоштап: біз Мұхаммед Расулалла деп жаздырамыз. Дінімізді менсінбеушілік қой бұл. Бұғып қала алмаспыз деп дабырласып кетті. Әзірет Расулалла оларға үндемеңдер деп мүбәрак қолымен ишара берді де: қане, қай жерде Расулалла жазуы деп сұрады. Қағазға төнген күйі өз қолымен оны өшіріп, орнына Мұхаммед ибн Абдулла деп жаздырды. Пайғамбардың бейбітшілікті қаншалықты жақтайтыны осыдан ақ байқалады. Келісім баптары. Келісім мынадай баптардан құралады. Мұсылмандар мен мүшриктер тыныш, бейбіт өмірді қамтамасыз ету үшін 10 жыл бойы бір-бірімен шайқаспайды. Пайғамбар мен мұсылмандар биыл Меккеге кірмей, кері қайтады. Келер жылы қастарына қылыштан басқа қару алмай келіп, Қағбаны тауап етеді. Меккеде 3 күн қалады. Бұл мерзім ішінде мүшриктер қаланы босатады. Мәдинадағы мұсылмандардан Меккені паналағандар болса, мұсылмандарға қайтарылмайды. Бірақ Меккеден Мәдинаға барғандар, мұсылман болса да, сұралған сәтте кері қайтарылады. Араб тайпалары өз қалаулары бойынша Расулаллаға саллаллаху алейхи вассалам немесе Құрайшқа жақтаса алады. Сахабалардың наразылығы. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам қандайда болса Құрайш мүшриктермен арада бейбіт келісім жасап, сол арқылы исламның саяси құдіретін оларға да, бүкіл Арабстан халқына да танытуды мұрат еткен. Сондықтан да Құрайш өкілдігінің басшысы Сухайлдың ұсыныстарын сырт көзге мұсылмандарға қарсы сияқты көрінгенмен екі айтқызбай қабылдаған. Мәселенің астарлы мәнін баста ұға қоймаған сахабалар бұған кейіп, реніштерін білдіреді. Әсіресе мүшриктердің: сендер біреу бізге келіп қосылса, оны қайтармаймыз, ал бізден сендерге барған кісіні мұсылман болса да кері бересіңдер деген ұсынысын естігенде асхаб қатты ашуланып: мұсылмандарға қосылған мұсылмандарды мүшриктердің қолына қалайша беріп қоямыз? Уа Расулалла, бұл шартты қабылдамақпысың деп таңданыстарын жасырмаған. Қалай болғанда да бір келісімге қол жеткізу арқылы ислам мемлекетін ресми түрде Құрайштарға мойындатуды көздеген пайғамбарымыз сахабалардың наразылығына былай жауап қатты: иә, бізден оларға өтіп кететіндерді Алла бізден аулақ қылсын. Ал олардан бізге келіп, кері қайтарылатындарды да Алла міндетті түрде біледі. Оларға әлбетте шығар жол көрсетері анық. Келісім жазылып біткен, енді тек екі жақтың қол қою ғана қалды. Дәл сол сәтте аяқ қолы шынжырланған біреу өкпесі өшіп алқынып жеткен бойда мұсылмандар ортасына гүрс етіп құлады. Қызыққа қараңыз, бұл мүшриктердің өкілдігінің басшысы Сухайл ибн Амрдің ұлы Әбу Жандал еді. Исламды өз еркімен қабылдаған оны мүшриктер азаптап, аяқ қолын шынжырлап, қапаста ұстаған.
Әбу Жандал амалын тауып қашып шығып, тау тастың арасымен жасырынып, сүйретіліп жүріп Әзірет Расулаллаға жеткен беті еді. Әкесі Сухайыл да сол жерден кете қоймағанды. Әбу Жандал бірінші болып әкесінен қорлық көргенді, сол азаптан құтылу үшін пайғамбарды паналап келген. Әбу Жандал туған әкесінен көрген қорлығына шыдай алмай, мейірімділік сұлтанына саллаллаху алейхи уассалам, мені құтқар деп жалбарынған кейіпте жәутеңдей қарады. Өкініштісі сол, сәл бұрын жасалған келісімшарт бұл байқұсқа көмектесуге қайшы. Сухайыл да соны меңзеп, міне, бейбіт келісімшарт бойынша маған кері қайтаратын алғашқы адам осы деді. Пайғамбарымыз бейбіт келісімге әлі қол қойылған жоқ қой деді. Бұл жауапты естігенде Сухайылдың жүзі қуарып, олай болса, мен сенімен келісім жасауға мүлде қарсымын. Пайғамбарымыз, бір жолға осы адамыңды маған бер, сонан соң келісімге қол қояйық деді. Сухайыл, жоқ, оны дегенің, келісімге айтылды, бітті, саған бере алмаймын деді. Ал елшісі тағы да қайталады. Жоқ, бір жолға өтінішімді орында. Сухайыл бет бақтырмады. Бұл өтінішіңді кеудемде жаным барда қабылдамаймын. Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам екі оттың ортасында қалғандай күй кешті. Әбу Жандалды көрер көзге азапқа итеру де оңай емес. Олай етпеген күнде Құрайыштармен арадағы келісім бұзылады. Бейбіт келісімнің болашақтағы берерін түйсінгендіктен шарасыз қалған пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Әбу Жандалды әкесіне қайтаруға мәжбүр болды. Әбу Жандал ышқына, «Уа Расулалла, мұсылман бауырлар, сендер мені қорлыққа қалай шақидыңдар? Менің азапталуыма риза болғандарың ба?» деп жан ұшыра айқайлағанда, мұхажирлер іштей егілді. Жазмышқа амал бар ма? Әбу Жандал сөйтіп жауыз әкенің қолында қала берді. Расулаллах оны алып қала алмаған соң, мұсылмандар да үнсіз көнген. Пайғамбар рұқсат етпеген болса, азап шеккен бауырларына көмектесу үшін жанын аямас еді. Пайғамбарымыз Әбу Жандалға, біраз сабыр сақта, азапқа кеудеңді кер шыда, ақырының қайырын Алладан тіле. Алла сенің және қасыңдағы панасыз мұсылмандардың жолын міндетті түрде ашады. Шарасыздықтан, берген серттен таймау үшін осыған мәжбүрміз деп жұбатты. Әбу Жандалды мүшіріктерге қайтарған сәтте мұсылмандардың қай-қайсысы да қатты қапаланады. Әзірет Омар пайғамбарымызға қарап, «Уа Расулалла, оны Құрайыштардың қолына қайтып бергеніміз қалай? Дінімізді қорлау емес пе бұл?» деп төте сауал қойды. Алла Расулы, біз бұл іс турасында келісім жасағанбыз. Дініміз уәде бұзушылыққа қарсы деп жауап берді. Әзірет Омар мұнан соң Әбу Жандалға жақын барып, «Уа Әбу Жандал, мүшіріктердің қанын ағызу иттің қанын жүктегенмен бірде екені күмәнсіз. Алла жолында адам әкесін де өлтіреді. Өз қолыңмен өлтір әкеңді» деп қылышын ұсынды. Әбу Жандал, «Сен неге өлтірмейсің?» деп оған қарсы сұрақ қойды. Әзірет Омар, «Расулалла, оны және басқаларын өлтіруге тыйым салды» дегенде Әбу Жандал, «Мен де Расулаллаға мойынсұнуда сенен қалысым келмейді» деп жауап берді. Мұсылмандар сынақта, сахабалар іштей тіленген қасиетті қағбаны тауап ету бұл жолы бұйырмады. Әзірет Расулалланың мүшіріктермен арадағы келісім шарты да сырт көзге мұсылмандарға зиянды сияқты көрінген. Мәселенің маңыздылығын аңдай алмағандықтан қиналыс білдіргендер де шықты. Мұсылмандар мұның астарындағы сырды ұға алмай әбігерге түскен. Осындай әрі-сәрі күйден арыла алмаған Омар Фарух тағы да суырылып алға шықты. Пайғамбардан, «Сен Алланың хақ пайғамбар емессің бе?» деп сұрады ол. Пайғамбарымыз, «Иә солай, мен Алланың пайғамбарымын». Әзірет Омар, «Біз мұсылмандар хақ жолда, ал мүшіріктердің теріс бағытта екені рас па?» Пайғамбарымыз, «Иә солай». Әзірет Омар, «Олай болса, дінімізді аяққа таптатуға үнсіз қала бермекпіз бе?» деді. Пайғамбарымыз, «Уа Хаттабтың ұлы, мен Алланың құлы әрі расулымын. Алланың әміріне қарсы шықпаймын. Жоғарыдағы келісім шартты қабылдауым да Аллаға қарсылық емес. Ол маған ешқашан зиян шектірмейді» деп жауап берді. Әзірет Омар бұл жолы,
Мен сізге Алла жәрдемші болатынын, қағбаны бәріміз бірге тауап ететіндігімізді айтып, уәде берген жоқ па едің? Деді. Пайғамбарымыз, уәде бергенім рас, бірақ дәл биыл тәуіп етеміз демедім, деді. Әзірет Омар күмілжіп,